Мила, қарашы, кеше күні түні хабарсыз кеткен адам әлі табылған жоқ. Иә, бірақ бәрі бетперде киіп жүрді ғой. Солар таң қалдырды. Бұл бірақ кездейсоқ емес. Біреу бәрін алдын ала жоспарлаған сияқты. Бізге дәл осы бетперде адамды табу керек. Ал қандай іздер бар? Қазір міне іздер, қардың үстінде қалған аяқ іздері. Қоқыс жәшігінде де қалдық қағаздарды көрдім. Адам асығыс кеткен сияқты, бірақ бір нәрсені қалдырып кеткен. Мила, бағанағы іздер осы ескі ғимаратқа алып келді. Жүр кірейік. Абайла. Бірақ бұл жерде ешкім жоқ сияқты. Бірақ мен бір бөлшек қоқысқа назар аудардым. Дәл сол бұл бетперде адамның қалдырған кішігірім белгісі. Ол бір қимыл жасап кеткен. Бірақ не үшін осындай белгі қалдырған? Мүмкін бізге бағыт беру үшін. Әдетте мұндай адамдар өз қимылдарын ойластырылған түрде жасайды. Тима, бұл жерде ол жоқ. Жүр шығайық, кетейік. Бұл жер қорқынышты. Жүр онда, мына жерден шығып кетейік. Ол басқа жерде жүрген шығар. Мына аяқ іздері бір жерге апарады. Бірақ бетперде адам әр қадам сайын жолын өзгерткен. Иә, бұл ойын сияқты. Бұл адам бізді байқап отыр ма екен? Мүмкін сондықтан абай болуымыз керек. Бір қате қадам бәрін жоғалтамыз. Тима, сен естідің бе? Иә, біреу жақындап келе жатқан сияқты. Абай болайық. Сол адам! Тоқта! Енді бәрін анықтаймыз. Ол қайтадан жоғалып кетті. Бірақ біз оны бәрібір табамыз. Жүр, ескі ғимаратқа барамыз. Ол дәл сол жерде. Қорықпа бірақ. Жай кірейік. Бетперде адам ғой бұл. Кімсің сен? Али, сен бе бұл? Али, сен бізбен ойнап жүрсің бе сонда? Тима, бұл менің әрекетім. Сенің тәжірибеңді сынау еді. Сен қаншалықты соқыр болып кеткенсің? Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен жай ғана сендермен ойнадым.
Бірақ біз бұны тоқтатуымыз керек.